Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қамыр жаюдың қыр-сырымен бөлісетін боламын. Әрине, әр ас үй ханшайымының өзіне тән ерекшеліктері болады, ал мен өз қамыр жаюдағы тәсілімді бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бірінші ереже: қамыр дұрыс үйленуі қажет. Оны қалай білеміз? Қамырдың беті теп-тегіс жылтыр болып тұрса, қамыр дұрыс үйленіп, бойын алды деген сөз. Екінші, қамырдың бетіне осылай ұнды шаша отырып, қолымызбен, жұдырықпен жайып шығамыз. Бұл қамырдың тегіс және біркелкі болып жайылуы үшін. Бұл екінші ережесі. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар. Үшінші, оқтауды дәл ортасынан бастап жаямыз. Байқасаңыздар, дәл ортасынан бастап жайып жатырмын. Төрт шетінде осындай жаңағы бұрыштар қалады. Оны да жаймен оқтауымызбен жайып аламыз. Мінекей, жаюға ыңғайлы болғаннан кейін ұнымызды көбірек сеуіп, тек қана екі шетін баса отырып қамырымызды жаямыз. Ортасына көбірек бармаймыз, себебі ортасы жұқа, екі шеті қалың болып кетуі мүмкін. Тағы да бір ескеретін жайт: қамыр жаятын кезде өз дене мүшемізді, яғни бір қалыпта ұстау. Оңға немесе сол аяққа күш салып тұрмау. Дәл оқтаудың ортасына қамыр жаю. Яғни сіз оң жаққа немесе сол жаққа күш салатын болсаңыз, сол жақтың қамыры жұқалау болып кетуі мүмкін де, қамырыңыз сіздің дұрыс жайылмай қалады. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа деген секілді. Сондықтан қамыр жаяр кезде ара қашықтықты сақтау және біркелкі тұру өте маңызды. Егер сіз біркелкі тұрмасаңыз, ол беліңізді немесе аяғыңызды ауыртуы мүмкін. Сондықтан қамыр жаятын кезде осыны да ескерген жөн. Байқасаңыздар, бастапқы кезде көбірек ұн себеміз, себебі қамыр тез жайылуы үшін. Соңына қарай біртіндеп азайта бастаймыз. Жалпы қамыр жаю өте оңай, тез үйреніп кетесіздер. Бұл менің өзімнің қамыр жаюдағы әдіс тәсілдерім. Егер сіздер қандай әдіс пайдаланасыздар, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Мінекей достар, менің қамырым жайылып болды. Дөп-дөңгелек, өте жұқа да емес, қалың да емес, орташа болып жайылды. Бұл қамырды еттің наны ретінде пайдаланатын боламын. Достар, сондай-ақ менің арнамнан әмбебап қамыр үйлеу жолында таба аласыздар. Еттің нанын бешбармақта асу жолында барлығын менің каналымнан таба аласыздар. Төмендегі описание бөліміне сілтемесін қалдырып кетемін. Қарап көрсеңіздер болады. Сонымен біздің қамыр жаюдағы әдісіміз осы. Сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.